Қан қысымы төмен кезде қолдану керек 5 өнім. Біріншісі қара шоколад. Қара шоколадтың құрамында теобрамин және кофеин сияқты заттар бар. Сол жүйке жүйесін қоздыра отырып, тамырды кеңейтіп, қанның қысымының артуына жақсы септігін тигізеді. Ескеретін жағдай, шоколадтың құрамында қант көп болуы мүмкін, сол себепті ағзаға кері әсер етуі мүмкін. Қанты аз өнімдерді таңдауға тырысыңыз, және де құрамында кофеині 70%-дан аса болу керек. Екінші өнім мия тамыры. Мия тамырының құрамында глицерезин бар. Бұл зат бүйрек үсті безінің гормон кортизолдың бұзылуын баяулата отырып, нәтижесінде тұз бен судың балансын сақтап отырып, қан қысымының көтерілуіне жақсы септігін жасайды. Күнделікті бұны бір шай қасықтан ұсақталған мия тамырын алып, 200 мл қайнатылған суға салып, 10 минут ұстап отырып, 7 күн бойы ішіп жіберсеңіз болады. Бұл жерде ескеретін жағдай, егер сіздерде гипертония болатын болса, жүкті әйелдерге және де бүйрегі ауыратын жандарға ішуге болмайды. Үшіншісі, бізде бұл минералды сулар. Минералды сулардың құрамында натрий өте бай. Қан қысымы төмен жандарда қан айналымында натрийдің жиі жағдайда жетіспеушілік болады. Сол себепті бізде қан қысымымыз өте төмендеп кетеді. Минералды суларды ішетін болсақ, біз қанымыздағы натрийді толтыра отырып, қан қысымымыздың жоғарылауына жақсы септігін жасаймыз. Күнделікті 1 шыныдан артық ішуге кеңес бермеймін. Төртінші жағдай, бұл жерде кофе. Кофенің құрамында кофеин бар, ең күшті табиғи стимулятор, бірақ бұл барлық адамдарда қан қысымын көтеруге көмектесе бермейді. Ескеретін жағдай, күнделікті 1 шыныдан астам ішпеңіз, себебі адамның ағзасында төзімділікті тудыруы мүмкін, яғни сіздің ағзаңыз өте бейімделіп отырып, кофесіз өмір сүре алмай қалуыңыз мүмкін. Егер оны күнделікті ағзаңызды үйретіп қоятын болсаңыз, жүйке жүйеңіздің шаршап отырып, ағзаңызға кері әсер етуі мүмкін. Бесіншісі, бұл бізде бұл қатты ірімшік. Ірімшіктің құрамы натрийге, кальцийге, майға өте бай өнім. Ол заттар тамырдың тонусын арттыра отырып, ағзадағы қан көлемін тұрақты түрде ұстайды. Нәтижесінде қан қысымы уақытша көтерілетін болады. Күнделікті 30-40 граммнан асырмастан жеңіздер. Тағын ескеретін жағдай, достар, бұл жерде ірімшіктің құрамында тұзы аз болу керек. Егер тұзы көп болатын болса, сіздердің артериялық қан қысымдарыңызды көтеріп жіберіп, ағзаларыңызға тағын кері әсер тигізуі мүмкін. Ал достар, сіз осы өнімдердің қайсысын жиі қолданасыз? Сізде қан қысымыңыз түсіп кеткен кезде ақпарат пайда болса, міндетті түрде достар тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.